Барлықтарыңызға сәлем. Қазір сіздермен тура тандырдағыдай шығатын асқабақты самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның дауысын шығарып, соңына дейін мұқият қараңыздар. Енді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Үстінен қара бұрыш және тұз салып араластырамын. Енді начинкасына құпия ингредиентімізді қосамыз. Бір ас қасық қаймақ немесе майонез қосып тағы да араластырамыз. Начинкамызға ерекше өте керемет дәм кіреді. Мінекей дайын. Енді оны суығанша қамырымызды дайындайтын боламыз. Сіздер дәл осы рецепттің тең жартысына мөлшерлеп жасауларыңызға болады. Мен 2 пиала су, бір ас қасық май, 1 жұмыртқа және аз ғана тұзымызды қосып, жақсылап қатты қамыр илеп аламын. Енді қамырды 10 минутқа демалдырып қоямын. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Осылай жұқалап жайып, өз ыңғайларыңызға қарай орап, 4 бұрышта қылып кесетін боламыз. 12-13 сантиметрлік квадраттарға бөлеміз.
начинкаларымызды бір ас қасықтан салып, домалақтап жайып, оны осы видеодағыдай бүгетін боламыз. Немесе төрт бұрышта қылып бүгелеріңізге де болады. Листімізді майлап қызып тойған пеште осылай самсаларымызды төңкеріп жайғастырып пісіріп аламыз. Шыққан самсаларымыздың бетін қолымызды азғана майлап самсалардың бетіне жағып шығатын боламыз. Осындай керемет қытырлақ самсалар шығады. Тура тәндірдағыдай. Видео сіздерге ұнаған болса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.